Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын рассольник сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Етімізді тазалап жуып, оны суға салып, қайнағанын күтетін боламыз. Етіміз қайнағаннан кейін бетіне шыққан барлық көбікті сүзіп аламыз. Етіміз піскенше көкөністерді дайындап аламыз. Алдымен жуамызды ұзыншалап турап аламыз. Сәбізімді алдын ала теркадан өткізіп дайындап қойдым. Тұздалған қиярымызды төрт бұрыштап турап аламыз. Салған етіміз 2 сағатта жұмсарып пісті. Енді барлығын бір ыдысқа сүзіп аламыз. Етті сүзіп алғаннан кейін перловкамызды салатын боламыз. Мен перловканы алдын ала суға салып, жуып тазалап алдым. Перловканы салып, тағы да қайнатамыз. Рассольнигіміз жартылай пісе бастаған кезде үстіне картошкамызды салып бірге пісіріп аламыз. Картошкамыз пісіп дайын болғанша жуамыз бен сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Ыдысымызға май құйып, майымыз қыза бастаған кезде жуамызды аздап қуырып аламыз. Жуамыз қуырыла бастаған кезде үстінен сәбізімізді саламыз. Етіміз суығаннан кейін көбіктеп, ұсақтап турап шығамыз. Жуамыз бен сәбізіміз қуырылып алғаннан кейін татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды, томатымызды салып, аздап су құйып бетін жауып қоямыз. Перловка мен картошка піскеннен кейін үстінен жуам мен сәбізді құятын боламыз. Барлығын тағы да 10-15 минут қайнатып аламыз. Біздің рассольник тамағымыз дайын болды. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.